Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда бауыр, бүйрек, өт жолдары, сондай-ақ көк бауырыңызды тазалап, жұмысын жақсарту үшін табиғи рецепттер ұсынамын. Шығарылым өте пайдалы болмақ. Арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Бауыр дененің табиғи сүзгісі болып табылады. Себебі бауыр минутына 1,5 литр қан сүзіп отырады. Бұл дегеніміз ағзаңызды бүкіл зиянды заттардан тазарту. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетті заттар шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушалар тікелей немесе қабыну арқылы зақымдалуы мүмкін. Құрметті көрермендер, арнамызда біршама адам тіркелмей көреді екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта асыл қазынамыз қарттардың бойындағы аурулармен күресіп, алдын алу жайлы көптеген видеолар шығады. Сонымен қатар алкоголь өнімдері де бауырдың ең басты жауы болып саналады. Себебі мен нұсқан рецептерді қолдану барысында алкоголь ішімдік заттарын қолданбаңыз. Өтті, сондай-ақ бауырды тазалап, лимфа жүйесінің жұмысын белсендетіп, көк бауырыңыз бен бүйрегіңіздің жұмысын жақсартып, тазалау үшін қарапайым арзан сұлы қоспасын қолданып көріңіз. Ол үшін ең алдымен бір кесе сұлыны жақсылап жуып, 1 литр суға салыңыз. Егер күміс әшекейіңіз болса, оны да салғаныңыз жөн. Себебі бұл күміс сұлы қоспасының пайдалы әсерін арттырады. Сұлы қосылған суды 10 сағатқа қойып қойыңыз. 10 сағат бойы сұлы денесіне су тартып ісінеді. Содан соң сұлыны жақсылап, тап-таза етіп жуып, 1,5 литр таза суға салып, 15 минут бойы қайнатыңыз. Қайнап болған қоспаны сүзіп алып, суын ішіңіз. Бұл сұлы суын күніне 1 стакан ішсеңіз жеткілікті. Сонымен қатар ішер алдында кішкене жылытып ішкеніңіз жөн. Бұл суды алдын ала өтке тас жиналмас үшін профилактика ретінде ішсеңіз де болады. Ескерту: өтіңізде тас болып, тас көлемі 4 мм-ден асса қолданбай, дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Бауырыңызды толығымен тазарту үшін мейіз қоспасын қолданып көріңіз. Ең алдымен 1 кесе мейізді жақсылап жуыңыз. Жуылған мейіздің үстіне 3 кесе су құйып, 2-3 минут бойы баяу отта қайнатыңыз. Қайнаған мейіз қоспасын 1 күнге қойып қойыңыз. Дайын қоспаны күнде таңертең аш қарынға 1 стакан ішіңіз. Нәтижені 2-3 қолданғаннан-ақ байқайсыз. Лимон құрамында С дәруменінің арқасында бауырыңызға май басқанға ем болып, метаболизмді жақсарту үшін лимон суын ішіңіз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен 2-3 лимонды жақсылап, майдалап турап, 5 литр суға салып, 7-8 сағатқа лимон мен су жақсылап араласқанша қойып қойыңыз. Дайын лимон суын күніне 1-2 стакан ішсеңіз болады. Бауыр қызметтерін реттеп, жақсартып, бауырды тазалау үшін, сонымен қатар бүкіл денеңізге пайдалы, ем болатын, ең бастысы рактың алдын алатын қоспаның рецептін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен 2 лимонды су құйылған ысқа салып, үстіне 1 ас қасық ас содасын салып, лимонның сыртын жақсылап жуып тазалаймыз. Содан соң 5-6 бас сарымсақтың қабығын ашып, майдалап тураймыз. Дәл осылай лимонды тағы бір рет жуып, қабығымен қосып, майдалап тураңыз. Туралған сарымсақ пен лимонды шыны ыдысқа салып, үстіне 100 грамм бал қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын қоспаның қақпағын жақсылап жауып, тоңазытқышта 7 күн бойы сақтаңыз. 7 күннен соң қақпағын ашып, күніне 1 ас қасық таңертең аш қарынға немесе ұйықтар алдында 1 сағат бұрын қолданыңыз. Артынша 1 стакан жылы су немесе 1 стакан қайнатылған сүт ішіп жіберсеңіз болады. Бұл қоспа сіздің бүкіл денеңізге ем болып қана қоймай, сонымен қатар жас көрініп, сұлулығыңызды сақтауға көмектеседі. Бауыр өте төзімді және пайда болған мәселелерге қарамастан ұзақ уақыт бойы жұмыс істей алады. Дегенмен, өз бауырыңызды күтіп ұстамасаңыз, бауырдың зақымдалуына алып келеді. Бауыр зақымдалуының алғашқы белгілері: оң жақ қабырғасының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша теріде сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкенде рет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді. Шаршаңғылық, енжарлық, есе сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп, жазудың өзгеруі секілді белгілер байқала бастайды. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Және бұл табиғи емді қолданбас бұрын білікті дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Себебі әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір ағзаларға бұл қоспалар кері әсерін тигізуі мүмкін. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Асыл қазынамыз, ақылшыларымыз, қарттарымыз, ата-әжелеріміз аман болсын, аумин. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді қоғамды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.